Жақында Талғарда қайтыс болған Шерзаттың әкесі Қаржаубай қазақстандықтарға үндеу жасады. Бұл үндеуде ол Қазақстаннан кететінін мәлімдеді. Видеодан оның әбден шаршағанын, қалжырағанын көруге болады. Неге Талғарда болып жатқан оқиғаның астарында жұмбақ жағдайлар өте көп. Енді бұл істі кім қарайды? Сот ашық өтсе, бұл істі Айжан Күлбаева жүргізе ала ма? Біз бүгін осы туралы айтатын боламыз. Қазақ халқы еліміздің сот жүйесінен көңілдері қалғанын айтады. Өйткені қылмыс жасаған байманаптар, әкімдер мен министрлер жеңіл жазамен құтылып кетеді. Олар адам өлтірсе де, миллиардтаған доллар жесе де, айыппұл төлеп түрмеден тез шығады. Ал телефон, тауық ұрлаған кедейлер көп жылға сотталады. Тіпті кінәсі жоқ байғұс жастарды ұрып-соғып қылмыскер етіп шығаратын полициялар да бар. Қаңтар оқиғасы аяқталған соң кейбір полиция қызметкерлері тергеуге алынған адамдардың арқасына үтіп басып, әбден азаптаған. Мысалы, Қырғызстаннан келген музыкантты әбден сабап, оны видеоға түсірген. Кейіннен музыканттың ешқандай кінәсі жоқ екендігін, қазақстандық полициялар оны көшеден ұстап алып, жазықсыз жала жапқандығы анықталды. Осыдан соң қызметтік құзыретін асыра пайдаланған кейбір полициялар қызметтерінен босатылды. Бірақ халықтың құзырлы органдарға деген сенімі қатты азайған. Қазір олар Талғардағы оқиғаға байланысты Тоқаевқа үндеу жасап, әділдік күтіп отыр. Ал елімізде әділдікті кім орната алады? Бірақ биыл көктемде халықтың сот жүйесіне деген сенімі қайтадан оянды. Әйелін өлтіріп алған экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты ашық өтіп, нәтижесінде ол қатаң жазаланды. Экс-министр 24 жылға темір торға тоғытылды. Бұл өте ауыр жаза. Бұған дейін экс-министр мемлекеттен көп ақша жеп қойды деп айыпталып, 10 жылға түрмеге қамалған еді. Бірақ ол белгісіз себептермен 2 жылдан кейін түрмеден босап шықты. Яғни қалған 8 жылды отырмады. Бастапқыда Салтанат Нүкенованың өліміне қатысты сот процесінде жұрт судья Айжан Күлбаеваны ақшаға сатылып кетті деп ойлады. Себебі ол алғашқы күндері күдікті Қуандық Бишімбаевты қорғаған сияқты көрінді. Сол кезде жұрттың көңілі судьядан қала бастады. Бірақ бұл судьяның тактикасы болып шықты. Ол күдіктіге бастапқыда жылы сөйлеп, ішіндегісінің бәрін шығарып алды. Сосын оған қатаңдық танытып, сілкіп алды. Осылайша халықтың ыстық ықыласына ие болған Айжан Күлбаева туралы не білеміз? Оның бүкіл құпиясына тоқталып өтіп, оның Талғардағы оқиғаға қандай қатысы болуы мүмкін, видеоның соңында нақтылап айтамыз. Айжан Күлбаева Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Қазір оның жасы 49-да. Яғни мүшел жаста. Ал мүшел жас өте ауыр кезең. Бұл кезеңде адамдардың өміріне қатер төнуі мүмкін деген ырым бар. Айжан Күлбаева мектеп бітірген соң Қожа Ахмет Яссауи университетіне оқуға түседі. Жоғары оқу орнын бітірген соң 6 жылдай Шымкент қаласында сот саласында түрлі жұмыстар істеп көзге түседі. Мекеме басшылары оның өте адал екендігін айтып, қайсарлығына тәнті болады. Айжан Күлбаева арамдыққа төзбейтін болған. Ал 2000 жылдары Шымкентте жемқорлық қатты белең алып тұрды. Сол жылдары шымкенттіктер жұмысқа тұру үшін пара берген. Гайға ұсталса қалтасына ақша салған. Ауруханада пациентке жақсы қарау үшін бас дәрігерге тиын ұстатқан. Дәрігерлер сол кезде ғана дәрі беріп, операция жасайтын. Ең сорақысы, баяғыда Шымкентте көлігімен адам қаққан, кедейдің баласын пышақтап мүгедек қылған байдың балалары көбінесе жазаланбай қалатын. Себебі олар сотқа көп ақша беріп, бұзық балаларын құтқарып қалып жататын. Айжан Күлбаева осындай сорақылыққа барынша қарсылық танытты. Сосын оны 2003 жылы Астанаға, артынша Қостанайға жұмысқа шақыртып алады. Мұнда ол абыроймен жұмыс істеп өзін дәлелдейді. Қазір ол Астана қаласында қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы болып жұмыс істейді. Айжан Күлбаева көбінесе тұрмыстық зорлық-зомбылық көріп жүрген әйелдердің ісін қарайды екен. Себебі Қазақстанда әйелдерін ұратын еркектер көп. Салтанат Нүкеновадан бөлек бірнеше әйел күйеулерінің қолынан қаза тапты. Мысалы, Гүлмира Таймасова, Айман Асанова, Айнагүл Хайруллина, Ажар Шадиева және тағы басқа әйелдер айдың күні аманда жазықсыз өліп кетті. Ал отағасынан таяқ жесе де үнсіз іштен тынып жүрген бейшара әйелдер қаншама. Кейбір имамдарда әйелдерді аптасына 1 рет ұрып тұру керек. Сол кезде оның бойындағы шайтаны кетеді деп уағыз айтады.
және әйелін қызғанып оны ұрған, бірақ оған адал болған еркектер жұмаққа барғанда 77 хор қызының құшағына түседі деп те сапырды. Және де бұрын Шымкент жақта қыз алып қашу деген өте көп еді. Қыз байғұсты өзі қаламаған отбасыға келін болуға мәжбүр болды. Кетіп қалайын десе табалдырыққа апалар жатып алып, екі дүниеде де оңбайсың, бағың ашылмайды деп қарғайтынын айтып қорқытты. Осы себепті де биыл көктемде Тоқаев отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы заңға қол қойды. Бұл заң бойынша әйелін ұрған еркектер қылмыстық жауапкершілікке тартылып, түрмеге түседі. Айжан Күлбаева зорлық-зомбылық туралы былай дейді: Біздің сот аса ауыр қылмыстарды қарайтындықтан тұрмыстық зорлық-зомбылық пен кісі өліміне қатысты істер апта сайын тіпті күнде түседі. Яғни күн сайын сотқа күйеуінен зәбір көрген әйелдер келеді екен. Судья Айжан Күлбаева Бишімбаевтың сотын жүргізіп жатқан кезде оған телефон соғып қорқытқандар болған екен. Белгісіз біреулер телефонына хат жазып қоқан-лоққы жасайды. Осы себепті мемлекет судьяға жеке күзет тағайындайды. Егер күзет болмаса, Айжан ханымның өміріне қастандық жасалуы мүмкін еді. Және де Айжан Күлбаева өзінің отбасы туралы мүлде айтпайды. Айжан Күлбаева көптеген шенеуніктердің ісін қараған. Оның қатарында мәжілістің бұрынғы депутаты Нұржан Әлтаевқа, журналист Махамбет Әбжанға қатысты істер және Астана Экспо ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевқа қатысты істер бар. Айжан Күлбаева жоғарыда есімі аталған журналист Махамбет Әбжанды 9 жылға соттауға шешім қабылдады. Себебі Махамбет Әбжан жергілікті кәсіпкерден 50 миллион теңге ақша талап етіпті. Сол кезде кәсіпкердің былығын жарияламаймын деп уәде беріпті. Ал кәсіпкер құзырлы органдарға мені бопсалап жатыр деп шағымданған. Бірақ Әбжан бұның жалған екендігін айтты. Ал экс-вице-министр әрі депутат Нұржан Әлтаевты 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Әлтаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі болып тұрған кезде делдалдар арқылы 50 миллион теңгеден артық пара алған. Ал сотта Әлтаев өзіне тағылған айыпты сандырақ деп атады. Сондай-ақ Айжан Күлбаева Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бұрынғы басқарма төрағасы Абылай Мырзахметовке қатысты істі қарап, оны 5 жылға соттады. Қылмыстық істе Мырзахметов бизнесмен Талғат Боранбаевтан оның ағасы Қайрат Боранбаевты бостандыққа шығарып, істі жабу үшін 30 миллион доллар сұраған деп көрсетілген. Мінекей, Күлбаева осындай істерді қорықпай қарап, жемқорлыққа жол бермеді. Қазақта тура биде туған жоқ деген сөз бар. Осы сөз дәл Айжан Күлбаеваға арнап айтылғандай. Судьяның жұмысы күйзеліске төзімді болуды, табандылықты, жақсы есте сақтау қабілетін және ұстамдылықты талап етеді. Судья тәулігіне 24 сағат судья болуы керек. Судья рөлінен ауысып кету қиын. Оның үстіне, судья әдебінің кодексі жұмыста да, жұмыстан тыс уақытта да соған сай әрекет етуге міндеттейді дейді. Яғни Күлбаева өмірде де өзін судья секілді ұстауға мәжбүр. Судья жұмсақ болса, оны бәрі пайдаланып кетуге, жеке мүдделер үшін араласуға тырысады. Себебі көптеген қазақтар қызметте отырған адамды үйіне қонаққа шақырып, баласына тұсауын кескізіп, ат мінгізіп, шапан жауып дегендей жағымпаздық іс-әрекеттер жасайды. Онымен бірге дастарханда отырдық, табақтас болдық деп айтып жүреді. Сол себепті Күлбаева өзіне де, өзгелерге де өте қатал. Көшеде адамдар танып жатады. Мен амандасамын, бірақ суретке түсуден бас тартамын. Танымалды қызметіме кедергі келтірмейді. Қылмыстық істі қарау барысында сот отырысы кезінде менің танымалдығымның еш маңызы жоқ. Күнделікті өмірде де дәл солай. Судьялар ел алдында жүретін адамдар емес. Мен жұмыс барысында қаншалықты қатал әрі бәрін бақылауда ұстайтын адам болсам, өмірде де дәл сондаймын. Ал жақындарым мені түсінеді, қолдау білдіреді дейді судья. Күлбаева көптеген ауыр істерді қарағанын айтады. Арасында жан түршігерлік істер де бар дейді. Ол алаяқтармен де аяусыз күрескен. 2016 жылы Азбука Жирия деген компаниялар тобын соттайды. Алаяқтарға алданған құрбандар саны 3,5 мың адамнан асты. Азбука Жирия компаниясының 10 топ менеджері ұрлық жасаған үшін кінәлі деп танылып, 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қазір тұрғын үйге үлескер ретінде ақша салып, алданып жылап жүргендер көп. Сол себепті де ешқашан күмәнді компанияға, пирамида мен инвестициялық жобаларға ақша салуға болмайды. Күлбаева тағы бір қызық дерек айтты.
Оның айтуынша, еліміздің бір өңірінде қаралған іс басқа өңірде мүлдем болмайды екен. Мысалы, Қазақстанның оңтүстігінде ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде туыстары қалың мал жасау, махырды сот арқылы қайтарып алуды талап етеді. Солтүстікте ажырасқан әкелер көбінесе балаларын өздерімен бірге қалдыруды сұрайды. Жер теліміне қатысты даулар негізінен Астана мен Алматыда орын алады. Еліміздің батысында жер қойнауын пайдаланушылар сотқа берсе, шығыста орман өртіне қатысты сот процесі жүреді. Жақында марқұм Шерзаттың әкесі Қаржаубай халыққа үндеу жасады. Мен немесе ұлым Шерзат біреуіміз сол жерде қан төксек бізді қаралап, қаншер десеңіздер болады. Мен қан төккен емеспін, қан төкпеймін де. Менің басымдағы жағдайды, қарындасымның, анамның, әйелімнің қалай жылағанын көрсеңіздер түсінесіздер. Анам, әкем деп жылау бір бөлек, бірақ ботам деп жылау мүлдем бөлек. Мен қазақ болған соң бірде-бір қазақтың қаны төгілмесін деймін. Айтарым осы. Соттаймын, атамын десеңіздер, өздеріңіз білерсіздер, деді марқұмның әкесі Қаржаубай Нұрымов. Сонымен қатар, ол тіпті Қазақстаннан көшуге мәжбүр екенін айтты. Енді мен әділдік болады дегенге сенбеймін. Баламнан айырылып, үйімнен айырылып отырғанда, енді келіп осылай жасап жатыр. Амал тек отбасымды аман есен алып шығып кетуім керек. Қазақстаннан көшем, деді әкесі. Қаржаубайдың не үшін бұлай деп мұңайғаны түсініксіз. Кейбір адамдар Қаржаубайға қысым болып жатқанын айтады. Бірақ қысым кімнен болып жатқаны әзірге белгісіз. Тіпті кейбір блогерлер Қаржаубай өз үйін өзі өртеді деп жала жауып та жатыр. Қаржаубай пышақ ұстап адамдарға өзі атылды деп те мәлімдеуде. Бірақ бұлай деу мүлде дұрыс емес. Істің ақ-қарасын тек құзырлы органдар анықтайды. Сондықтан да қара жамылып отырған Қаржаубайдың отбасына ешқандай ауыр сөз айтуға болмайды. Жақында тергеу жұмыстары біткен соң сот процесі басталады. Халық бұл сотты ашық өткенін сұрап жатыр. Және сот процесінде Айжан Күлбаева судья болғанын қалайды. Бірақ өкінішке қарай, Айжан Күлбаева Астана қаласында жұмыс істейді. Ол Талғардағы оқиғаға судья бола алмайды. Ол оқиғаны тек Алматы облысына қарасты судьялар ғана қарай алады. Бірақ не де болса сот әділ өтеді деп сенеміз. Себебі Айжан Күлбаева қазақстандықтардың сотқа деген сенімі күшейгенін айтады. Ол Қазақстанда әділ судьялар көп екендігін мәлімдеген еді. Қазір осы іске байланысты Талғар қаласының әкімі, Алматы облысы прокурорының орынбасары мен Талғар ауданының прокуроры қызметінен босатылды. Әлі талай былық ашылып, түбінде әділдік жеңеді деген үміттеміз.